Аспан мен жерді жол еткен, 7 қат көкті, аспанды төбеме шатыр еткен. Жаратушыма мыңда бір шүкіршілік етем. Алысымды жақын еттің. Бойымдағы ауыр сынақтарды жеңілдеттің. Кейде мен ойлаймын, Алла тағаланың құдіреті, маған деген мейірімі мен махаббаты шексіз. Болмашы жерден алдымнан жақсы адамдарым кездесіп жатады. Жолға шықсам, сапарым сәтті. Сондықтан да қуанышты сәттерде, жағдайыңыз жақсы болып тұрғанда, 12 мүшеңіз аман болып тұрғанда, 4 құбылаңыз түгел болып тұрғанда, Алла тағаламды еш уақытта ұмытпай, разылығыңызды білдірген сайын, айналаңызға деген мейірім мен сенім артқан сайын, Алла тағаламды еш уақытта ұмытпаңыз. Ол сіздің әрбір іс-әрекетіңіздің сізге тиімді пайдасы жағынан оңынан шешіп, өзінің қамқорлығын алады. Бүгін мен Америкаға немерем әмірімнің туған күніне жеттім. Аллаға сансыз шүкір. Әмірімнің туған күніне Америка құрама штатына арнайы келдім. Осы алыс сапарды маған жақын етіп қойған жаратушыма шексіз разымын. Ол неліктен дейсіз дер ғой, кейде маған көпшіліктің сұрағы, Айсұлу, сенің жолың неге болғыш? Деген сұраққа жауап бере кетейін. Өйткені мен өмірімнің ең сәтті, бақытты шағында мен Аллаға шексіз разылығымды білдіремін.